Қайырлы күн, құрметті интернет желісінің қолданушылары. Қызылорда облыс сотының базасында ашылған және халықтың көзайымына айналған кесім бағдарламасының кезекті шығарылымы Байқоңыр қаласына да келіп жетті. Мен Жүсіпов Телжан Қуанышбекұлы, Байқоңыр қаласы сотының төрағасы, өздеріңізбен ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында өзінің төрағалық етуімен қаралған қылмыспен келтірілген моральдық зиянды өндіру туралы талап қою бойынша азаматтық іс аясында сөз өрбіткім келіп отыр. Жалпы моральдық зиян ол ақшалай нысанда өтелуі тиіс, және моральдық зиян ол тұлғаның бұзылған мүліктік емес құқықтарын қалпына келтіру бағытындағы қорғау әдісі болып табылады. Заңнамалық актілерде моральдық зиян мөлшеріне қатысты нақты айқындалып бекітілмеген, яғни моральдық зиянды өтеу ол сәйкесінше тұлғаның өзінің мүліктік емес құқықтар мен игіліктерін өз субъективтік жағынан бағалап, жан тән азабын шегумен тікелей байланысты болып табылады. Яғни моральдық зиянның мөлшерін талап қоюшы өзі айқындайды. Қаралған азаматтық іске тоқталатын болсам, жауапкер талап қоюшы жалғыз баласын өлтіргені үшін сот үкімімен кінәлі деп танып, қазіргі уақытта бас бостандығынан айыру жазасын өтеуде. Талап қоюшы жалғыз баласын айыруына байланысты жан тән азабын күнде шегіп жүргенін негізге алып, жауапкерден 10 миллион теңге көлемінде моральдық зиянды өндіру туралы талап қоюмен сотқа жүгінген. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары екені айқындалып бекітілген. Аталған іс тараптардың қатысуымен қаралды. Сот отырысында баласын айыруына байланысты эмоционалдық күйзелісте жүрген талап қоюшыға жауапкермен бірге қатысып сөз сөйлеу оңайға тиген жоқ. Соған қарамастан аталған талап қою істегі дәлелдемелерге баға беріле отырып, тараптардың өздері тыңдала отырып, шешім қабылданды. Сотта талап қоюшы өз талабын толығымен қолдап, толық көлемде 10 миллион теңге көлемде моральдық зиянды өндіру талап етсе, жауапкер жазасын өтеу мекемесіне жұмыспен қамтылмаған моральдық зиянның мөлшеріне қатысты келіспеушілігін білдіріп, оны өтеуге материалдық қаржылай мүмкіндіктер жоқ екенін алға тартып, талап қоюды ішінара қанағаттандырып сұрады. Жалпы сот осы аталған азаматтық шешкен кезде баланың, ананың өмірінде ерекше рөл атқаратын, анасы мен баласының арасында қарым-қатынасы өте жақсы деңгейде болған, бір-бірімен жақсы араласып жүргендерін, сондай-ақ анасы баласының асырауында болғаны негізге алынды. Сондай-ақ талап қоюшының осы жалғыз баласын айыруына байланысты қазір жалғыз өзі өмір сүруде екенін, оның өмір сүру деңгейіне әсер еткен осы жағдайдың, сондай-ақ баламен қарым-қатынасы тоқтатылған, күнделікті күйзеліске ұшырап жүргеннің барлық мән-жайы ескеріле отырып, сот талапты толық көлемде қанағаттандырып, жауапкерден 10 миллион теңге көлемінде моральдық зиянды өндірді. Жауапкерге аталған сот шешім көшірмесі табысталды, ол оны оқыды және апелляциялық шағыммен жүгінген жоқ. Бұл өз кезегінде жауапкердің талап қоюшының алдындағы моральдық тұрғыдағы жауапкершілігін түсінгенін, яғни сезінгенін көрсетеді. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өз құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.